Қазанда қайнаған жылы жүзді бауырым. Бауыр деген керемет-а. Сол жылы жүзді бауырымның көз алдымда қазанға қайнағандағы жүзін көру менің жүрегімдегі инелер санын тағы арттырмақ. Сол бауырыммен болған сұмдық уақиғаны айтып берейін. Сол бір жылы әрі ылғалды ауа райының көрінісі. Юнги екеуміз тұрақсыз жұмыстар жасайтын едік. Басқа бай әулеттердің жүгін жеткізіп, малдарын қарайтын едік. Әр жұмысымыз үшін тиын-тебен алатынбыз. Бірақ қарнымыз бен киіміміздің бүтін болуы сол тиын-тебеннің арқасы еді. Біреулер қол астына алайын десе, күдіктеніп арып-ашып жүрген алаяқтардың бірі болар деп көп маңайлата бергісі келмейтін. Және біз де мұны беске біліп тұрмыз. Осылайша Юнги бауырым екеуміздің күндеріміз өте берді. Басына құндыз бөрік киген аттылы бір қарғыс атқан базарға бас сұққанына дейін екі беті нарттай қызарған шегір көзді кісі, жердің басын айырғалы тұрған жылқысын нәзік, саусақ тисе құлайтын бұтаққа байлай көзін бізге бұрды. Юнги екеуміз бір-бірімізге қарайлай оның іс-әрекеттерін түсінуге бекіндік. Нық-нық басып, өткір шегір көздерімен айналасын бақылап қояды. Артқы көрші үстелден шегірткедей дауысы жағымсыз ер бала қасына жақындай екі қолымен амандаса кетті. Ассалаумағалейкум ағасы, дәрі не болды? Даусын жуандата үзіліп кетердей қолымен оның жуан қолын қысып қойды. Дию іспеттес кісі көзімен бізді нұсқап алдыға жүре жөнелді. Оны бізді меңзегенін түсініп, Юнги екеуміз қуана-қуана артынан ере жөнелдік. Ол бір ауыз ләм-мим деместен дөңесте тұрған атына жол тартты. Артынан сыбырласып келе жатқан Юнги екеуміз жұмыстың табылғанына да қуанып тұрмыз. Бар ойымыз тұрақты жұмыс тауып, адам қатарына ілігу. Бұл біздің ойымыз емес, мақсатымыз. Сол шегір көзді кісінің қаруында бүгін 10-шы айымыз. Дәл қазір бұл повесті жылап жазып отырмын. Мен үшін бұл, Хосок үшін Юнгидің орны бөлек. Ол жүрегімнің түкпіріндегі төрдегі орынды алып тұр. Оған тіпті кілт те керек емес. Өмірде сол барым ғана отбасымның аманаты. Сол аманатымды өз қолымда, ағасының қолында ұстай алмағаныма қатты-қатты өкінемін. Жыламайын десем де, көзімнен тұнық ащы жас жүрегімді тесіп шығады. Оның қазандағы күлімдеген жүзі жоқ. Хосек пен Юнгидің мойнына ақтарылған жүктері де тым оңай. Малды таңда өріске жіберіп, кешке оны күтіп алады. Әрі жеңіл-желпі кішкене үйдің шаруаларын істеп, күнде су тартып, бау-бақшаны суаратыны болмаса, құр босқа отырады. Жататын жерлері де жайлы. Кейде екеуіне аласапыран өрттен болған ата-анасының бейнелері елестетсе, жылы киіз ішіне тұмшаланып, іштей егіліп, үнсіз жігерлері құм болады. Қожайындары екеуі келгеннен-ақ сапар шегіп кеткенді. Күнде артылған жүгінде не бар не жоғы белгісіз, әйтеуір күнде олжалы болып қайтатын. Тіпті олар бастығының есімін де білген жоқ. Сол баяғы ілмек салмақ жоқ, денесі ірейіп, қарны шыққанды. Екеуіне сыртқа шығуға рұқсат жоқ. Бірақ сыртқа шығатын екеуі де жоқ. Күнде кеште қожайындары олжалы болса оларға той, қарны тоқ уайымы жоқ. Бірақ бір түнде мұның бәрі өзгерді. Екі бозбалаға қожайынмен бірге бөгде бір жаққа сапар шегуге тура келген еді. Жолға шығатын күннің алдында қожайын екеуіне алдын ала ескертіп қойды. Сендердің көмектерің керек деді. Олар осы уақытқа дейін қожайыннан көрген жақсылықтарын өтейтін кез келгеніне қуанысып, өздері таң атпай ерте тұрып кетті. Қожайын да ерте оянған екен. Жүктерін атқа байлап, өздері бір-бірден отырды. Тау-таудан өтіп, кеште батқанды. Бір жерге келгенде қожайын жегілген аттарды кілт тоқтатып, заттарды түсірткізді. Жануарларды қазыққа байлап, ауыздықтарын алды да отқа жіберді. Екі жігіт арбадағы жолға алып шыққан тамақ пен төсеніштерді алып, қожайынның айтуымен ыңғайластырды. Ал жақсы жеттік, жеңдер деп қожайыны піскен етті бәккісі мен турап балдардың алдына кезек-кезек лақтырып,
Етті қара нанмен өзі де қарбытып жеп отыр. Тамаққа тойып алғаннан кейін үшеуінің де ұйқысы келді. Ең әуелі қожайын қор ете қалды. Юнги мен Хосек төбелерінен төніп тұрған тау жықпылдарына қарап елегізіп жатқанмен тез ұйқыға кетті. Түн ортасы, қорқынышты түстер мен сескенудің мекені. Тағы бір өрт отбасын қырып жойғанын көріп, шошып оянған Юнги қорыққанынан Хосекті оята бастады. Оның шошынған түрін көрген Хосек дереу бауырын құшақтап жұбата бастады. Қорқынышты түс көрдім, апамдар деп бастап еді. Түнде қорқынышты түс айтпайды деп құшақтай тағы ұйқыға кетті. Қанша маужырап тұрса да, қасқырдың ұлуынан сескенген Юнгиді соңында бәрібір ұйқы жеңді. «Әй, тұрыңдар» дегеннен кейін екеуі де бірден оянып кетті. Мойнына мылтығын асынып, екеуіне арқан мен балтаны ұстатып, артымнан еріңдер деген өзінің дағдылы ишаратын көрсетіп, жол бастады. Кішкене жүргеннен кейін олар үлкен апан секілді үңгірдің қасына келді. Қожайын заттарды үңгірдің шетіне қойғызып, аз кем екеуіне шегір көздерін қадап, белін таянып үнсіз қарап тұрды. «Ана арқанды ініне мықтап байла» деп нұсқады маған шегір көздерін. Себебін сұрамастан арқанды Юнгидің беліне байлай бастадым. «Енді мына үңгірге түсір» деді бұйырып. Ішімнен бір түрлі болып та тұрмын. Юнги де маған бірде шапан жамылған кісіге қарап-қарап қояды. Бірдеңе деп айтуға да батпаған ұқсайды. Үңгірге түсіре жайлап арқанды жібере бастадым. Хосек ішінен үңгірге неге мен түсейін демеді ме екен? Бұл апанның ішінде Юнги не істейді деп өкіне бастады. Жүрегі лүп-лүп соғып, арқанды шетінен босата берді. Тек бір мезетте інісінің шыңғырған жан дауысы шығып, арқан бұлқына бастады. Хосек жанталасып арқанды кері тартпақ болып еді, қожайын жігітті мылтығымен түйіп жіберді. «Арқанды тағы түсір» деді зәрленіп. Көп сөйлемейтін жомарт секілді жанға жайлы қожайындарының түрі осы сәтте құбыжықтай өзгеріп кеткен екен. Танауы делдиіп, дем алған сайын мұрын ішіндегі тікен мұрт желп-желп етеді. Неден болса тайынбайтын түрі бар. Онсыз да өткір шегір көздерге бұрынғыдан да ащы зәр жиналыпты. Юнгидің даусы бірнеше рет шыңғырғаннан кейін бірден тоқтап қалғанда. «Тарт енді». Қожайынның тура осы бір сөзін тағатсыздана күтіп отырған Хосек жанталаса арқанды өзіне қарай тартып жатыр. Хосек Юнгиді тартып алып шыққанда ол бұл дүниелік емес екен. Оның денесі адам танымастай болып ісініп, көгеріп кетіпті. Көзіне ыстық жас ұялаған Хосек оны тартып алып жылап отыр. Не қолына балтасын алып, қожайынын өлтіріп тастарын білмей, есі кіресілі шығасылы болып отыр. Енді қолы балтаға бара бергенде қожайына ептілікпен мылтықты басына тіреді. «Көтер ананы». Хосекқа Юнгидің мәйітін көтерткізіп, қайнап тұрған қазанның алдына әкелді. Жігіттің қолына пышақ беріп, өлі денені боршалауға бұйрық берді. Мәңгүрт секілді қазанның астындағы отты еселеп отыр. Көз алдына түнде тоңазып, Юнгидің бүрісіп ұйықтап жатқаны келеді. Ол енді қазанда бүлк-бүлк етіп қайнап жатыр. Айтса адам сенгісіз қорқынышты түс секілді. «Енді анау сорпаны алақаныңа құйып көр». Хосек шөмішті алып алақанына құйғаны сол еді, алақанының ортасы ойылып түсіп қалды. «Оның ішінде не бар еді?» деп жайлап сұрады ол. «Улы жыланның ордасы». Қазан әлі де бүлк-бүлк етіп қайнап жатыр. Қожайын да мылтығын Хосекқа кезеп, ара тұрысы есінеп қояды. «Сорпаны төгіп алған секілдімін». «Не?» Хосек сол мезетте қазандағы сорпаны көсіп алып қожайынның бетіне төгіп жіберді. Сорпа тиген жердің бәрі сол сорпамен ағып кетті. Қазандағы сорпадағы Юнгидің басын ала сала, қожайынның аттарды байлаған жеріне қарай жүгіре жөнелді. Бір қараса қолындағы Юнгидің басындағы көздері ойылып түсіп қалыпты. Арада біраз уақыт өткенде кішігірім қаланың ішінде тау асып, Қытайға жыланның уынан жасалған қымбат дәрі апарып сататын
құндыз бөрікті саудагер жұмбақ жағдайда бақилық болыпты деген қауесет тарап артынан тез басылды.